ұнай ма ол біреуге, ұнамай ма мені қызықтырмайды, бірақ менің өзім ұстанған бағытым осы. Ана ұстаз туралы не айтасыз, мына ұстаз туралы не айтасыз, бәрі жақсы. Алла разы болсын оларға. Олардікі бауырмашылық деп түсінем. Қандай ниетпен айтып жатыр, қалай айтып жатыр, олар маған деп айтып жіберсе, мен мына жақта десе, дін айтпай-ақ бір-бірімізді айта береміз дейді. Айтқандар айта берсін, ештеңе етпейді, әркім өз күнәсін өзі көтереді. Енді бірақ біз менің ойым, олар маған айтса, қазір мен олардың айыбын іздейін, содан кейін бір-бірімізді жұқып, қыз бен бала сияқты бір-бірімізден екі құдағи сияқты қырылысып жүргеніміз бұл. Діннің де абыройы емес, қазақтың да абыройы емес, бұл еш нәрсені алға бастырмайды. Сондықтан Алла разы болсын деп айтамын оларға да. Ең жақсысы сол. Бұл жерде бірін-бірін жұқу, бір-біріне емес, әркімнің ниетін Құдай көріп тұр. Жаңа екі түйе сүйкенсе ортасында шыбын өледі деген сөз бар. Сондықтан ең дұрысы біз жұмысымызды, дінімізді айта берейік деген дұрыс шығар. Анау туралы мен 2 жылдан көріп болды. Сіздерді алдарыңызда білгенімен бөлісіп отырмын. Сондықтан мен имам болған кезде, қазіргі көп ұстаздар әлі ол кезде қолына кітап ұстамаған еді. Сондықтан содан бері айтып келе жатырмыз. Ол кезде Инстаграм болған жоқ, өзім қалаған жоқ едім. Енді жаңа 5 теңге беріп бастатып, 10 теңге беріп тоқтатамай жатырмыз дегендей болып жатқан шығар. Енді Алла қайырын берсін. Қолынан келгенін жасап жатырмын. Ол кісілер өз қолынан келгенін жасап жатыр. Сондықтан жақсылық болсын түбі. Аман болсын. Кеше егіз қызым шетінеп кетті. Тірі туылыпты, не істесем болады дейді Аягөз. Қарындасым сабыр қыл, жастың баласы өлмейді дейді қазақта. Алла Тағала одан да зорын береді. Кезінде Дәуіт пайғамбардың 30 баласы кеткен. Сонда Сүлеймен пайғамбар дүниеге келді, ардақтым. Сол үшін қарындасым сабыр қыл, әлбетте қиындау, ауыр нәрсе, бірақ Алла саған шыдамдық берсін. Ол періште болып келді, періште болып кетті. Шафиан ва мушаффаан деп оған жаназа оқылды жаным. Сондықтан сөйт. Менің қарызымды қайтармай жүр, 6 жыл болды, көп ақша, қандай дұға бар айтатын дейді. Дұға мен оны не істейін деп едің енді. Алладан сұрай бер. Я Алла, қарызым қайтсын деп қазақша айта бер. Мүмкін оның жағдай болмай жатқан шығар, реті келмей жатқан шығар, Алла берсін. Намазды күшпен оқытуға бола ма? Жоқ, болмайды. Дінде зорлық жоқ. Ла икраха фид-дин, дінде зорлық жоқ. Ұрып, соғып, тепкілеп, ұрып оқыту дұрыс емес. Жұма күні Қахф сүресін оқу сүннет болады, жақсы болады. Ұстаз, бірінші әйелін қатыра алмай жүріп, екінші, үшінші әйел алып, сақал қойып, елге ақыл айтып, бала шағасын қарамай жүрген дұрыс па дейді. Енді оны дұрыс емес екесін итайық білесіз. Бүкіл қазақ біледі оны. Енді біз кішкене сондай уникальный халықпыз енді. Жаңағы намаз оқса сразу сөйтіп өзгеріп, бірінші оқымай атеистеу боламыз. Оқысақ сразу террорист боламыз. Или былай кетеміз, или былай кетеміз. Шорт-морт кетеміз. Сол дұрыс емес, енді айтып жатырмыз. Одан кейін дін деген ол тек қана жаңағы сақал қою емес деп талай айттық. Одан кейін сақал қойған сайын біздің мінез ауырады адамдар. Соған мен өзім ойлаймын, наверное, сақал ауырма деп ойлаймын да, көтерген. Көтеріп жүрген сақал дәу болған сайын өсіп, ауырма деп ойлаймын да, наверное. Бәрі салбырап, көтере алмай, настроениесі түсіп, не деп айтатын, солай сияқты болып көрінеді. Сондықтан ол дін, тағы да айтам, адамды қорқыту, үркіту, қашыру емес. Абай атамыз осының бәрін жинап, бірақ ауыз сөзбен айтқан. Махаббатпен жаратқан адам затты, сен де сүй, ол Алланы жанынан тәтті. Алла жақсы көреді сізді, түсініңізші осыны. Бәрімізді жақсы көреді. Алла жақсы көргендігі үшін осы әлемді жаратты. Сізбен бізді жаратты.
Өзбекстан, Ташкент, алейкум салам, келің. Сондықтан Алла жақсы көрді. Құлағыңды орнына қойды, мұрныңды орнына қойды, аузыңды бәрін орнына қойды. Енді чүт болады енді. Отклонение өзімізге ұнамайтын. Ол да Құдайдың бір жақсылығы. Құдай сені бірақ жақсы көреді, осыны түсін. Жақсы көргеннен кейін сіз қазір көріп осыны естіп отырсыз. Алла сізді жақсы көреді. Сондықтан осы жақсы көрген Алланың жақсылығын түсіну, ол екінің біріне нәсіп болмайды. Мен жиі айтқан бір мысал бар. Бұл бір адамға періште жолың өмірін көрсетеді. Қараса екіз тұр екен, мына жерден біреу жүрген, мына жерден біреу. Періште айтады, мына біреу сенікі, біреу менікі дейді. Сонда енді бұл қарайды, 2021-де проблема болған сенде. Қараса бір ағыз тұр екен. Проблема болғанда мен тастап кетіпсің ғой десе, періште айтады дейді, жоқ депті. Жоқ. Мына із сенікі емес депті, бір ағыз, ол менікі депті. Мен сені көтеріп жүрдім Алланың әмірімен деген екен. Сен сондай сабырлы болдың, Құдайдан үмітті үзбедің. Сол кезде мен сені алақаныма салып жүрдім дейді періште. Мына сол, Құдай сізді жақсы көреді, осыны түсініңіз, жақсы көреді. Бұдан артық махаббатты ешкім таппайсың. Бір күні бір сахаба келе жатса, бір ұядан балапанды көреді. Торғайдың ба, бір құстың балапаны екен. Соны бүйтіп шүбірекке алады. Балапанды алып, бүйтіп қолын алып келеді. Бүйтіп жабады. Сон пайғамбарымызға келеді де, мен сізге бір керемет нәрсе көрсетейін бе, я Расулалла дейді, Сон бүйтіп ашады. Ашса кішкентай балапан екен. Сонда мамасы ұшып келіп, торғайдың бүйтіп үстін жауып бүйтіп тұрған екен, жолатпай. Мама балаға жақын ғой, аналар. Сон бүйтіп балапасын шыр-шыр қорғаған кезде, қараңызшы, қандай керемет. Ана баланы осылай қорғап жатыр дегенде, пайғамбарымыз бұдан да керемет сөз айтты. Қалай? Алла тағала сені бұдан да жақсы көреді деді. Сені бұдан да жақсы көреді деді. Мына аналар балаларын жақсы көреді ғой, одан да Құдайдың рахымы бұдан да артық екен бәрімізге. Сол үшін Алла сізбен бізді жақсы көреді. Жаңа басыма мынандай проблема келді, күйеуім өлді, балам өлді, жаңа қарындасым жазып отыр, 2 балам шетінеп кетті деп. Алла сізді жақсы көреді. Сіз білмейсіз, сонда жақсы көргенде өлгені ма деп түсініңіз, бәрімізде сондай түсінік бар. Бұл келте түсінік. Әлі алдыңда талай өмірдің қуанышы бар, қарындасым. Сіз білмейсіз қай жерде Құдайдың. Мына ғалымдар айтады, бір адамның дейді, бір тілеген дұғасы қабыл болса дейді, бұл оның өзінің жақсылығы дейді. Енді қабыл болмаса, Құдай оны бермесе дейді, ол Құдайдың жақсылығы дейді. Алла одан да жақсын дайындап қойған саған. Сен мысалы айда бір қызды жақсы көресің. Осыған үйленгенге махаббат болып жүрсің. Бірақ Алла біледі, сен бұны алсаң, бұл сен кейін тыңдамай қояды, төркініне кетіп қалады, сен бұзыласың, семья бұзылады. Осылай түсінік бар да? Сонда Алла оны біледі, содан кейін саған бұны қаратпайды. Бұл өзі басқа қарайды, Сұлтан Сүлейман сояққа кетіп қалады бұл. Саған керек жоқ бұл. Алла өзіңе теңіңді біледі. Сондықтан Құдайдан сұрағанда, я Алла маған қайырлысын бер деп сұраңыздар. Мейлі ұл болсын, мейлі қыз болсын, мейлі байлық болсын, мейлі әр түрлі нәрсені Құдай берсе, я Алла маған қайырлысын бер деңіз. Маған қайырлысын бер деңіз. Сол сізге қайырлы болады. Сақал өсіретін гел жақса күнә ма дейді. Жоқ, енді күнә емес. Мубах деп айта аламыз. Болады. Бірақ Құдайдың өзінің бергені жақсы да саған. Өзі положенный сақал өзі нормальный. Сіз гелмен сауапты сақалды өсіргенше сауапты өсірсеңізші солай. Гел жағып өсіргенше сақалмен айналып сақалды бүйтіп жұмысың сақал болып кетті қазір. Әйелдердің жұмысы сұлулық болды, еркектер де соны қуып жетті. Енді сәмсем қазір урод бол демейді ешкім. Бірақ айтпақ болғаным, сіз одан басқа нәрсе қара. Одан да жақсы нәрсені құраңыз. Ассаламағалейкум дейді. Менің күйеуім маған ақша бермейді дейді. Арасында ішкен кезде қалтасынан сұрамай азғана алам дейді. Өзімді ұрыдай сезінемін. Как мне поступить дейді. Егер сіз аштан қалатындай болсаңыз, үйде аштан өліп баратсаң, онда болады. Вообще аштан өлдің, ақша жоқ бермей, өзін барлығын араққа жұмсап атса, или даже тамақ бар, бірақ күйеуің бәрін араққа жұмсайды. Түгел бәрін араққа жұмсайтын болса, онда басқа мәселе. Ал күйеудің ақшасын алу сәл дұрыс емес. Тем более ұрлап алу.
сол үшін не істеу керек? Сол үшін қарындасым, мына қазір үйдің қасында магазин бар, сіздің қасыңызда продуктовый магазин бар. Сол продуктовый магазинге барасың, ана продавщицамен жақсылап сөйлесесің, сіңлісі боласың, подружкасы боласың, руың бір, елің бір, әйтеуір табасың бір 99 бір бәлені. Соны ой подружка дейсің, не жақсы өтіп жатыр дейсің. Ол саған айтады, біздің магазинде мысалы айтайық торт жақсы өтеді, мына жаңа жылға қарай торт жейді елдің бәрі. Сөйтіп 1-2 килограмм қосады, торт өтіп жатыр десе, айт мен бір торт пісіре алатын едім, күшті торт, соны бір шетін жегізсем саған дейсің. Мен кішкене сатып берші десең, бәрі жасайды. Айтып сонымен айналыссаң, или торт әйтеуір не керек, бір нәрсеге көндірсең, сонда жөн болады. Сөйтіп, неда күйеудің ақшасын өзің ақша табасың, содан кейін күйеуің сені ұрлайтын болады. Дұрыс. Орысша сөйлеген харам ба дейді? Жоқ. Жоқ, неге харам? Сын дейді. Әруақ қолдасын деп айтқан адамға жабыспаңыздар. Неге біз біреуді жоқ, айтпасаң сен өзің айтпа. Мысалы мен айтып тұрған жоқпын, сен айтпасын. Ол еркек емес. Қазір еркектер сол, біреудің сөзін аңдып, біреудің ісін аңдып, қолдан түк келмейді өзі. Өзі істей алмайды, істей алмағаннан біреуді көре алмайды. Сондай болып қалды көп еркек. Олар еркек деген аты ғана, істесе қой деген жоқ ешкім. Сондықтан енді айта береді, не істейміз? Ит үре береді, керуен көше береді. Собакалайды, караван идет дейді. Сондықтан сондай моментте еркек сияқты болу керек. Енді сенің күйеуің сондай болса, сөйлей беретін болса, әйел оған мән бермей өмір жалғастыра береді, болды. Онымен жағаласқан жақсы емес. Жаным деген шайтанның аты ма? Жоқ. Айта бересіз. Намаз бастаудағы ниет қандай болу керек? Оқу керек екенін білемін, бірақ ерінемін, әлі дайын емеспін, бірақ бастағым келеді дейді. Енді ана дүниеден ажал періштесі келсе, мен өлуге дайын емеспін, мен әлі жұмысым түтші, мен ойнап жүрмін ба, мен жұмысым көп деп отырасың ба не? Жоқ, намаз бастай бересің. Намаз ол құлшылық, Алланың бұйрығы. Ол имамның, молданың, біреудің, атаңның, апаңның айтқан емес. Ол Құдайдың бұйрығы. Сондықтан оған бастап кете бересің. Алланың бұйрығы деп, ең бірінші ниет құлшылық болу керек, ғибадат болу керек. Сол ғибадат болғанда қалуады. Үйді адам шақырып тазалату Құранмен қаншалықты дұрыс дейді. Енді Құран оқылған бөлмеде, Құран оқылған жерде шайтан қашады, жын қашады деген мәселелер бар. Бірақ ол исключительный адам болу керек та. Құдайға жаққан, білмеймін, оның тапочкасына дейін бүйтіп лампочка сияқты жанып тұру керек. Қазіргі үй тазалайым дегендердің өзін біраз тазалау керек, жеті молда оқып. Сондықтан айта береді. Ең жақсы үй тазалау, азан айтасың өзің. Үйдегі әкелеріңіз, балалар азан айтса үйдің ішінде, бұдан артық тазалау жоқ. Қиямет күні қалай болады? Сол жайлы нақтырақ айтыңызшы, өлген соң қайтадан тірілеміз ғой. Сол нақтырақ айтыңызшы дейді Азық. Сол маңызды ма не? Біз қалай тірілеміз маңызды емес. Біз қалай тірілеміз маңызды сол. Қандай амалмен барасың? Біреудің артын шұқып, семьяны бұзып, бала шағыңды асырамай, тәлім тәрбие бермей, құлшылық қылмай, өсек айту, өтірік айту, ағайындықты бұзу, харам жеу, харам ішу, осы маңызды. Сен қалай тірілем, қандай түрде болам, шашым қандай болады, қарай болама, ол маңызды емес қой жаным. Біз қалай тірілуім, осындай нәрсемізді біреу айтады. Біреу бүйтіп айтады. Ана дүниеге барғанда дейді, хор қызы деген бар ғой, қазір хит болып жатқан. Сол хор қызы шашының цвет қандай болады дейді. Саған айтсақ хор қыздың цветін, сен барамай қалсаң жәннетке, хор қызын көремей қалсаң, какая разница қандай цвет болатын саған? Сол сияқты ғой, мен сен Құдайдың бұйрығын орындасаң,
ұстаздардың айтқан жасасаң, сол хор қызына баратын жолды көрсетіп береміз саған. Мынаны істе, мынаны жақсы, құлшылық қыл, өтірік айтпа, өсек айтпа, шағыстырма, ағайындықпен жақсы бол, өсек айтпа, арам жеме, арам ішпе. Міне сол сені хор қызына алып барады. Қана дүниеде қалай тірілем, түрім қандай болады, прическам қандай болады, прическаң кәрі болады. Прическа маңызды емес жан. Қалай тірілеміз, ол жақта не болады, кім күтіп алады мені, қайда барам, не керегі бар? Почему говорят, что перед Аллахом все равны, но при этом везде твердят, что женщина должна стоять на ступень ниже мужчины? И почему так много запретов именно для женщин? Знаете, когда вот это говорят, говорящие люди говорят, отталкиваясь от себя. Вот запомните эти слова. Когда человеку угодно, чтобы беспрекословно подчинялись там жена, сестры, не знаю кто, токалки, все требуют этого. Именно чтобы угодить мужчинам, там, мужскому полу, надо говорить именно в этом контексте, чтобы все женщины должны стоять ниже мужчин, они должны слушаться, они должны подчиняться, чуть ли давать отчет каждое утро и каждый вечер. Глупости это все. Валакад каррамна бани Адам, Аллах поднял как и мужчин, так и женщин. Но это не говорит о том, что женщина может там командовать, управлять. Она сама по себе нежное создание. Она не должна зарабатывать, она должна деньги тратить. Чтобы она тратила, мужчина должен работать. Расклад. Кешірім сұраймын, эфир үзіліп кетіп жатыр. Баламды жамандықтан және зинадан сақтау мақсатында 16-17 жасында үйлендіруге не дейсіз дейді. Дұрыс емес. Мәселе зинадан сақтау емес қой. Семья құру деген сөз, сіз қазір бір нәрсе айтып тұрсыз да, сіз балаңыздың жағдайын айтып тұрсыз. Мен балам ертең бір қызға жақындап қойып, екі қабат қылып қоймас үшін, мен баламды ерте үйлендіріп қоямын деп жатсыз. Ол бала дайын емес қой әйел алуға. Ол ертең біреудің баласын, біреудің қызын қорғылады. 17-дегі бала семья асырайтын сана деңгейіне әлі жеткен жоқ о бала. Ол бала Free Fire, PUBG деген ойнап жүр, Minecraft деген ойнап жүр. Ол баланы сіз алады үйлендіресіз да, ол физиологиялық дайын ол бала. Физиологиялық дайын ол бала. Мүмкін бір қызды аяқ ауыр қылып, екі қабат қылып, әке болуға ол физиологиялық дайын шығар. Бірақ саналық деңгейде ол балаңыз дайын емес сіздің. Оған келген қыз да дайын емес. Оның ойында басқа нәрсе. Мейлі ол ыдыс-аяқ жуған қыз күйеуге шығады деген сөз жоқ қой. Ыдыс-аяқ жуалса, кір жуалса, стиральный машина емес, қолмен жуатын болса, 17-дегі қызды күйеуге беру керек па не? Дұрыс емес ол. Ол аманатты түсіну керек. Сіз өзіңіздің жағдайыңызды ойлап жатсыз да, маған немере керек, мен балам деді, мало ли чего саған керек. Сенің балаң өмір сүреді, сіз өмір сүрмейсіз сонымен. Ертең міне мен үйлендім, мә саған деп тастап кетсе, ертең сол әйелмен сіз келініңізбен шықса аласыз ба? Болмайды ол. Дұрыс емес ол. Сондықтан балаңызға тәрбиені беріңіз. Сіз балаңызды үйлендірмеңіз. Сонда балам арақ ішпеу үшін не істейін енді? Кока-кола әпере беру керек. Онда бүйтсе керек. Дұрыс емес ол. Ол аманат деген түсіну керек. Ертең бағу керек. Жұмыс істеу керек. Ол сіздің анау ауыздан сүті кетпеген бала ғой, 17-дегі бала. Ай туғанда бата беру дұрыс па? Дұрыс. Аллаху акбар, Аллахумма ахлил ва алейна бил амни ва саламати вал ислам, Аллахумма джаалху лана хилала хайри ва рушд деген немесе ереже бай туғанда пайғамбарымыз бәллиғна Рамазанға жеткіз деп дұға қылған бар. Бірақ айға қарап дұға қылмайсыз. Біздегі қателік айға қарап сұрайды. Жоқ, Құдайға қарап сұрайсыз, қыблаға қарап, басыңызды қарап, күнге қарап, айға қарап дұға қылған жөн болмайды. Отбасы бар жігіт мазалап қоймайды дейді, не істеймін дейді. Бетін тырнап ал.
екінші қоймайтын болады. Айт, күйеуің айт, әйелің айтамын, бетін тарасаң сотталып кетесің, қой. Сен былай қыл, күйеуіне айт, әйеліңнен звондашы, телефон берші әйеліңде. Әйеліңе звондаймын де көзінше де. Болды, қашады. Болмаса айт, екеуміздің селфи суретімізді салып қояйын ма Инстаграмға де. Ой, қашып жоғалады. Айт, екеуміз кел, бергел де, суретке түсейік екеуміз де. Бүйтіп суретке өліп кетсе түспейтсем, қашады ол. Қорқады ол әйелден. Осын салайын ба Инстаграмға деші. Жәні шығып кетсе сол күні. Екінші оламайтын болады. Болды. Күйеуім бөтен әйел қыздарымен көп сөйлесе береді. Не істеймін дейді. Қарындасым ау. Енді соны әйелге шамаң жеткенше қызметін жаса, ар жағын бір құдайға салып қой болды. 40-қа келген еркекті 40-қасынан түзететін сен емессің. Оны Құдай жүрегіне иман берсін. Әйел қолынан келген істемектер айналып кетсе де, Алла сана беріп иман бермесе, пайда жоқ. Жылан көрсе, түсте 3 нәрсеге жорылады. Ол туралы мен предложениеға саламыз, Құда қаласа, бір жақсы ниеттеріміз бар. Болады, көресіздер. Сәл жыланды көрмей тұра тұрыңыздар. Ақша тауып алдың, не істесең, садақаға бере саласың. Имамдылыққа шығуға кім лайықты? Имамдық бізде ондай, бұл үкім жүрмейді бізде, өйткені бізде муфтият имамды тағайындайды. Ол халықтан сұрамайды, сондықтан муфтият қойғаннан кейін муфтият соның жауабын өз береді. Ал енді келіп қалдық, 7-5-іміз кеп қалдық, өзіміз доспыз бәріміз. Енді сен шық, мен шыға. Подписаться дегенді басып қойыңыздар. Алла разы болсын.